Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода касса бөлімін қарастырамыз. Сіз жүйеде ақшаның түсуін тіркеуді және шығындарды рәсімдеуді үйренесіз. Ол үшін меню бойынша касса блогына өтеміз. Алдымен кіріс бөліміне тоқталайық. Бұл бетте барлық кіріс операциялары көрсетіледі. Мысалы, реализация товары бұл қаржының түсуі. Мұндай жазбаларды кіріс бөлімінде өзгертуге немесе жоюға болмайды. Барлық операциялар бастапқы операцияларда жүзеге асырылады. Мысалы, сату сомасы өзгерсе, ол автоматты түрде кассадағы кіріске де әсер етеді. Егер сату жойылса, кассадағы тиісті кіріс жазбасы да жойылады. Кассаға жаңа кірісті қолмен қосу үшін новый приход батырмасын басамыз. Ашылған формада келесі жолдарды толтыру қажет. Статья прихода қаражаттың түсу көзін көрсетеміз. Әдепкі бойынша жүйеде тек клиенттің қарызын төлеу кіріс жазбасы бар. Жаңа кіріс жазбасын қосу үшін статья прихода расхода бөліміне өтеміз. Бұл жерде оң жақтағы батырма арқылы жаңа мән қосуға, сондай-ақ қосылған мәндерді өңдеуге немесе жоюға болады. Қызметкердің жалақысы, инкассация және клиенттің қарызын төлеу жүйелік мәндер. Оларды өзгертуге немесе жоюға болмайды. Мысал ретінде касса кіріс мәнін және уборка шығыс мәнін қосайық. Кіріс бөліміне қайта ораламыз. Кіріс мәнін касса деп таңдап, төлем тәсілін таңдаймыз. Күнді ауыстыруға болады. Соманы енгіземіз. Қажет болған жағдайда примечание жолын толтырамыз. Барлық жолдарды толтырғаннан кейін сақтау батырмасын басамыз. Жаңа жазба кірістер тізімінде пайда болды. Жазбаны көшіру үшін көшіру батырмасын басамыз. Ашылған терезеде деректер толтырылған күйде болады. Қажет болса өзгертуге немесе өзгеріссіз қалдыруға болады. Көшірілген кірісті өзгерту үшін карандаш батырмасын таңдаймыз. Өзгертулерді енгізіп сақтаймыз. Кірісті жою үшін оң жақтағы себет батырмасын басамыз. Жүйе растауды сұрайды. Растағаннан кейін жазба кассадан жойылады. Енді шығыс бөліміне өтеміз. Бұл бетте барлық шығыс операциялары көрсетіледі. Кіріс бөліміндегі қадамдарды қайталай отырып, компанияның шығындарын басқаруға болады. Формада шығыс мәнін, төлем тәсілін таңдаймыз. Барлық жолдарды толтырғаннан кейін сақтау батырмасын басамыз. Жаңа жазба шығыстар тізімінде пайда болады. Кіріс бөліміндегідей мұнда да қолмен енгізілген жазбалар үшін келесі әрекеттер қолжетімді: көшіру, өзгерту және жою. Енді қызметкердің жалақысы шығыс мәнін қарастырайық. Терезеде қызметкерді таңдаймыз. Жалақыны күн, апта немесе ай бойынша есептеуге болады. Егер ай бойынша есептеу таңдалса, тұрақты жалақы жолында қызметкер картасында көрсетілген мән автоматты түрде шығады. Мысалы, күн бойынша есептейік. Төлем сомасын енгіземіз. Соманы есептеу батырмасын басамыз. Егер қызметкер картасында сатудан комиссия пайызы көрсетілген болса, онда жалпы шығыс сомасы соған сәйкес артады. Есепті көрсету батырмасы арқылы комиссия бойынша есепті көруге болады. Содан кейін төлем тәсілін таңдап сақтаймыз. Келесі кассадағы ақша қозғалысы бөлімін қарастырайық. Қажетті кезеңді орнатуға болады. Бұл бөлім таңдалған кезең бойынша барлық қаржылық операцияларды, кірістерді, шығыстарды және жұмыс күні басталғандағы және соңындағы қаражатты көруге мүмкіндік береді. Бұл бөлімде келесі ақпаратты көруге болады. Операциялар көрсетілетін күн, кезең басындағы кассадағы қаражат, күн ішіндегі барлық кірістер, күн ішіндегі барлық шығыстар және барлық операциялардан кейінгі қаражат. Сондай-ақ деректерді көру үшін төлем тәсілі бойынша сүзгі қолжетімді. Осылайша кассадағы ақша қозғалысы бөлімі кассадағы барлық операцияларды бақылауға және таңдалған кезең бойынша баланс өзгерістерін қадағалауға мүмкіндік береді. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8-702-778-99-11 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.